Әлем бойынша гранит, мәрмәр, әкта сияқты шөгінді жыныстар жер қойнауынан карьер деп аталатын ашық кеніштерден өндіріледі. Кейбір карьерлер шағын келеді. Мәселен, Қытайдағы мына кен орнында қол еңбегімен қарапайым құралдар әлі де қолданылады. Алайда олардың көпшілігі ірі көлемді. Бұл ғарыштан көрінетін, жұмыс жасап тұрған, әкта сөндіретін әлемдегі ең үлкен карьер. Кен орны көбіне ауыл аймақтарын жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. Және кен өндірумен байланысты өзге салаларда жұмыс бастылықты сақтайды. Өндірілетін материалдар бизнес үшін өте маңызды. Мәселен, әктас құрылысқа керекті цемент шығару үшін қолданылады. Ал жер иелері өндіріс үшін қолданылған жерлерінен табыс табады. Алайда, техника рөлінің артуы кен өндірісіндегі мамандандырылған жұмыс орындарын қысқартты. Техникамен жұмыс істеу барысында туындайтын шу, қозғалыс және шаң жергілікті тұрғын үйлердің бағасын түсірді. Жергілікті қауым тау-кен кәсіпорындарының салығы есебінен мектеп пен аурухана секілді қоғамдық ұйымдарға қаражат бөлуінен пайда көре алады. Бұл өмір сүру деңгейін арттырып, әлеуметтік жағдайды көтереді. Пайдалы қазба өндіретін орындарға материалды тасымалдау үшін жаңа тас жолдар мен темір жолдар керек. Бұл өз кезегінде аймақтың көлік жүйесін дамытуға септігін тигізеді. Кен орындарынан кейде маңызды ғылыми не тарихи қазбалар табылып жатады. Алайда өндіріс процестері ежелгі тұрақтар мен объектілерді зақымдауы да мүмкін. Карьерлердің ірі техникалары ауаның ластануы мен кептелістерді тудырып, жергілікті ғимараттарды зақымдауы ықтимал. Кейбір қараусыз қалған кен орындары ландшафтарға айналып, туристік орындарға түрленген. Дегенмен, карьерлер қоршаған ортаның көркін кетіреді. Құлақтың мазасын алып, ауаны ластаумен қатар, олар өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік ортасын бұзады. Ақыр аяғында кен орындарынан қалпына келмейтін табиғи ресурстарды өндіру ландшафтарды мәңгілікке өзгертеді. Тиімді басқару тетіктерінің болуы кез келген кен өндіру саласы секілді карьердің де экономикалық, әлеуметтік, экологиялық салдарын азайта алады.